Есімім Аяулым, Шығыс Қазақстан облысынанмын. Мен Ақкөңіл, жан-жақта өте пысықпын. Менің таңдағаныңызға рахмет. Кешірші бізді Аяулым. Саған үміткер алып келгенімізге. Соны айтамын, кішкене ыңғайсызданып отырмын өзімде саған. Маған немес құндызға келген шығар деп ойлағам мен негізінде. Енді сабақ алатын уақытым болды ғой, уже қашанғы шыққан сайын осындай шыққан сайын үміткер келген сайын ешқандай қуаныш жоқ. Бір міндетсініп шығасың, бір қинап атқанда шығасың. Жоқ, алған сен не үшін? Сабақ алсай болды ғой, уже нормальный көңілді шықсай. Бұлдан жерде мен қандай үміткер келді осының алдындағы? Али қандай үміткер келді? Соның өзінде де қуанбадым. Не саған не керек қуандым? Сендерге көрсетуге міндет емеспін мен. Осы жерде не болды? Каждый шыққан қызға тиісіп жатсың, өзінде эмоция білдірмейсің ғой любой моментте. Ол құндызға келді деп ойлап жатыр, болды и все. Сен каждый шыққан қызға неге қуана аламын? Мен шынайы эмоциямды көрсетсем, мен эмоциям шығамайды екен, ренжімеңдер ондай болса. Мен эмоциям шықпайды екен. Біреу қинап отырғызып қойды ма? Менің эмоциям сондай. Қинап біреу отырғызып қойса, бітсең болады. Нет, мен эмоциям сондай. Нақты ма? Ешкім қинап отырғызып жоқ, әрине, жоқ. Түсінбедім мен оны, түсінбедім. Жоқ, мынау бар ғой, Шахмырда түсіндіріңізші, өйткені жартысы түсінбей отыр мынау не екенін. Жартысы түсінбей отыр. Негізі өмірде түрлі жағдайлар болуы мүмкін, және әсіресе жаңағы отбасында зорлық-зомбылыққа тап болған әйелдер үшін ойлап тапқан бұл символ, сигнал. Яғни егер сіздің өміріңізге қауіп төніп тұрып, бірақ біреу сұрап жатқан кезде біреу мәжбүрлеп тұрып, бәрі жақсы болып жатыр деп айт десе, не айтқаныңыз маңызды емес, бұлай көрсетсеңіз, бұл бір белгі. Яғни мен қазір қауіпті жағдайда тұрмын, айтып жатқаныммен шынайы болып жатқан дүние бір-біріне жанаспайды. Шахмырза негізі өте пайдалы ақпарат айтып жатсыз. Әсіресе Құндыз бен Жаңылханның болашақ жадыларына деп айтайыншы, зейін салып тыңдап алса деймін да, өйткені болашақта енді домашнее насилие болып қалуы мүмкін деймін да. Кенже? Камила ханым, мен айтам да, осы ортаға осы мен шыққан кезде әйтеу бір әңгімелерін дайын тұра ма? Мен мында сөйлеп атым, қойыңдаршы. Мен шыққан кезде әйтеу эмоцияма тиіседі. Мен енді эмоциям сондай. Сендер бірақ эмоция көрсетсеңдер де, сендер отношенияға. Жоқ, Аяулым, бұған дейін жарайды, мейлі. Жай, эмоциясыз шығып жүргенсің деп айтайыншы. Бірақ осы жолы эмоция болды, бірақ маған келді ма деген эмоция болды, түсінесің бе? Жоқ, Камила ханым, мен түсінмеймін да, мен эмоциям сондай, бірақ мына жерде өтірік шынайы қылып көрсетесіңдер де, бірақ отношенияңызде яғни сенің шынайы эмоцияң сен танысқың келмейді, соған келтіріп жоқ, танысқым келеді, мен эмоциям сондай. Онда неге қиналып шығасың таныс? Білмедім енді. Күліп шықтым ғой енді. Басқа не істеу керек? Онда қазір музыка қойып, осы жерде көңіл күйді көрсетші. Жарайды, енді Аяулым, кешір мені, бірақ үміткерді ортаға шақырайық. Келіңіз. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Не болды? Неге етіп айттың? Краш 11 деймін да, прикол ұстатырмын жағын. Енді өзі қалағандағыдай сүт бала келіп отыр ғой. Сүт дедің ғой енді. Кішкене обал болып отыр маған. Сондай бір жап-жақсы жігіт келген сияқты бір екі кездесудің ішінде тоқтап қалатын әңгіме болады енді. Бірақ тоқтамауы да мүмкін ғой, былай қарап тұрсаң, жалпы тілеген алдынан кеп тұрған шығар енді кім біледі. Шахмырза, мен айта кетсем, негізі сыртқы келбетіне, біздің қатысушылар сыртқы келбетіне, оны адамның ішкі жан дүниесіне емес, соның жасына қарап кішкентай дейді ғой. Ал бірақ сондай түрмен, сондай жаспен негізі үлкен адамдардың бітіре алмайды жүрген тірліктерін бітіретін адамдар да бар негізі. Мүмкін сондай шығар үміткеріміз, әуелі танысып алайық. Есіміңіз? Есімім Данияр болады. Қалай? Есімім Данияр болады. Данияр. Жасым 18-де. 18-десіз. Осы Алматы қаласынан. Немен айналысасыз? Кино. Нақтылай кетсек? Өнер жағына қызығам. Кино саласында съемочный группада жұмыс істеймін. Кім болып? Администратор. Пока что. Әзірше администратор дейді, бірақ бастамасы жаман емес. Негізі ары қарай осы кино саласында кеткіңіз келеді ары қарай. Және продюсермен кеткім келеді. Продюсер болуға. Продюсер болғыңыз келеді. Продюсер немесе актерға көрім келеді өзімді. Керемет. Қай оқуға оқиды? Соған актриса іздеп жүретім Аяулым кеп. Оқу бітіргем. Логистиканы бітірдім.
Колледж бітірдіңіз Колледж бе? бітірдім, аха. Жоғарғы оқу орнына түсу, Сол жоғары оқу орны, Жоспар бар сол ма? Жүргенов. сол жаққа жоспарлап жүрсіз, Иә, е? осы сентябрь, Құдай қаласа, осы сентябрьдан бастап уже әрекетін жасайын деп жатырмын. Енді аяулым бұл жерде толықтай тұрмысқа шығуға дайынмын деп отқан қыздардың қатарынан. Аха, иә. Енді былай болса да, бірақ енді дегенмен тұрмысқа шығуға дайынмын деп отырады ғой бұл жерде қыздар. Және мысалға 4 жыл сіз студент болып жүріп, отбасылы бола аласыз ба? Жалпы үйленуге дайынсыз ба деген сұрақ қой. Ну, енді прям дайынмын деп айта алмаймын, но бірақ бәрі по ходу дела дейді ғой. 4 жылдан кейін үйленуі мүмкін. Может быть, ол да мүмкін. Нақты айта алмайсыз. Нақты айта алмаймын. Аяулым, сен бұған қалай қарайсың? Данияр, қош келдіңіз. Мені таңдап келгеніңізге көп рахмет. Жаңа енді қатысушылардың іштеріне толып қапты ғой. Қанша болды мен уже ортаға шықпаған. Ортаға шықсам әйтеуір бәрінің ішіндегі негативтер дайын тұрады да, эмоцияма тиіседі. Мен жаңағы эмоциямды жақтырмаған түр деп қабылдамаңыз. Менің эмоциям сондай, аха. Жалпы жаңа қай қаладан дедіңіз, естімей қалдым. Осы Алматы қаласы. Аха, мені қайдан байқап келдіңіз? Мен ең бірінші байқағаным, қасымда араласатын дос балам бар. Сол осы шоуды көреді. Реалити шоу ладно. Солдан бір байқадым, сосын Ғания деген сестрам бар еді. Сол кісі бар деп мені үгіттеп келі. Сізде бір үгіттеп келгеннен жай келе салған жоқсыз ба? Шынайы түрде. Үгіттеп деп дұрыс айтпадым. Кеңесін айтты, иә? Кеңесін айтты. Жоқ, негізі мен Даниярды түсінемін, өйткені аяулымға өз еркімен ешкім келмейді ау деп ойлаймын да енді. Жоқ, просто мен өзімнің орысша айтқанда духым жетпейді дейді ғой. Сол кезде маған мотивация берген сол Ғания деген кісі. Духы жетпеген кезде бірақ нәрсе көмектеседі, ол нәрсе ол спор ғой, спорласып келуі де мүмкін. В общем, мынандай сұрақ қояйын деп отыр. Мысалға, мен үшін мына саусақ өте маңызды саусақ та. Мен кез келген сақинаны таға бере алмаймын, бірақ та жігіттің осы саусағында бір сақина бар екен. Обычно 18 жастағы жігіттерде қызы бар болса, сондай сақина тағып алады. Сіздің қызыңыз бар ма жалпы? Жоқ, сақинаны жақыннан сіз алыстан көріп отырсыз. Сіз алыстан көріп отырсыз, қандай сақина екенін білмейсіз именно. Қандай сақина ол? Бұл обычный, қалай айтсам болады. Бұлай әдемілік ретінде тағатын сақина ғой. Мен көрейінші жақыннан, иә? Қарсы болмасаңыз. Мәссаған, мынау сақина кәдімгідей бір үйлену неке жүзігі сияқты сақина екен өзі. Жоқ, ұқсайды, көп сөйтіп ойлайды, но бірақ на самом деле ондай емес. Негізі бұл жерде құндызға ренжу. Өзім алғам, ешкім сыйға тартқан жоқ, өзім алғам. Өзіңіз? Сосын мына қолыңызға тағып жүрсіз бе? Кәдімгідей Мен неке жүзігін тағатын саусағыңызға? Если честно айтайын, мен қай саусаққа нені тағатым, мен... Жоқ, Данияр, сен ешкім қинап отқан жоқ па? Ау? Ешкім қинап отқан жоқ па? Жоқ, мына жерде мен Шахмырза негізі келіспей отырмын да, себебі мына жерде кімде Мейірбекте, Кенжеде қайта кімнің қызын абыройын түсіріп отыр да. Бұл жерде мен сендерге айтарым, қазақтың қыздарының барлығы әдемі, олай кемсітіп керек емес. Мен қош келдіңіз, әрине. Мен сұрақ қойайыншы. Тыныш. Жоқ, негізі Олжас Сол сөзді негізі Махаббат, қош келдің. Я, қош келдіңіз, әрине. Менде бір сұрақ болып тұр. Бет әлпетіңізге қарасам, бір қазаққа ұқсамайсыз да, басқа ұлтпен сізде шатыс бар ма, метиссіз ба деген? Көбісі айтады, негізінде таза қазақпын, жүзім ұлы жүздің ішінде қаңлы. Данияр, жалпы өзіңіз жайлы айта кетсеңіз, бос уақытыңызда немен айналысасыз, жаңа кинодан бөлек? Бос уақытымда... Қазір оқу жатсыз ба, получается, или как? Ау, түсінбедім. Оқу жатсыз ба? Колледж бітірдім, енді Жүргеновке түсу ойымда бар деп жатыр. Күшті. Жалпы мінезіңіз жайлы, өзіңіз жайлы айта кетсеңіз, қысқаша. Өзім жайлы болса... Жалпы маған ер азаматтың, енді өзіме бұлай бүйтіп қоймай қойын, бірақ қазір айтып кетейін. Жалпы менді бұлай басатын, кішкене характері бар ер азамат керек та. Жалпы өзіңіздің мінезіңіз қандай? Менімен сәйкес келем деп ойлайсыз ба жалпы? Иә, сол сәйкес келіп өзімді көріп жатырмын соны. Может болады, может болмайды. Но бірақ менің өзім білуім бойынша спокойный. Ну, если керек жерде ғана сөйлей аламын.
Аяул, мен Даниярға мен сұрақ қоя кетсем бола ма? Бұл жақта аяулым саған негізі қандай жігіттер ұнайды? Сен жалпы отношенияға келгенде именно ақша жағына, кішкене байлық жағына қатты мән беретін сияқтысың, меркантильный қыздардың қатарына жатасың ба? Иә, мына жерде өтірік айтпай ақ қояйық, бәріміз ақшаға қараймыз ғой, бәріміз байлыққа қараймыз. Бірақ екіншіден адамгершілікке және тәрбие, иман жүреді бірге. Енді Сонда ақша бірінші орында, екінші орында тәрбие, иман. Дұрыс айтпадым. Адамгершілік, ақша, байлықпен бірге деп айтып жатырмын да. Енді қазір байлық жоқ, байлық керек емес, маған тек адамның өзі керек, анау десем енді өтірік болып қалады. Шынар, сен дұрыс айтпадың, бұл жерде барлық Енді қыздар менікі сондай. емес, барлық қыздар жатпайды. Мен мысалы ақшаға, дүниеге қарамаймын мен. Махаббат болса болғаны. Енді сендер қарамасаңдар, мен қараймын. Мен қараймын. Енді бұл жерде айтып тұрған жоқпын ғой, мен Айжан саған тікелей просто аяулымның өзіне сұрақ қойып жатырмын. Жоқ, енді сен қыздардың барлығын қоспай-ақ қой онда. Қоспай-ақ қой. Мен қыздардың барлығын қоспа, мен тікелей аяулыма сұрақ қойып жатырмын. Айжан, қош келдің, молодец. Жақсы көрінуге тырысасың негізі халыққа. Неге өйтесің? Жақсы көрінуге тырысатқан жоқпын, мен қалай бар солай айтып жатырмын. Сол қатарын қатыр, мүмкін сен де Қалай керетін бар шығарсың. солай айтып жатырмын. Жоқ, мен мына жақташы, негізі. Қоя тұрыңдаршы. Мына жақта негізі. Неге Кенже мен сөйлегенде сен сөйлеуің керек? Кенже, неге мен сөйлегенде сен сөйлеуің керек? Микрофон алып. Тыныш отыра алмайсың ба? Кенже, сезімің болса, ғашық болсаң, жақсы көремін деп айтайын, не істеп отырсың? Сезім болса, дәлелдесейші. Причем тут сезім пікір айтуға болмай ма, не бұл жерде? Сезім емес, сен тікелей Айжанға басқаша кететін сұрағын өтірік айтпа. Сөйтіп бірінші орында содан кейін қалған. Ютубта не айтқан? Бірге жүреді екеуі. Мен үшін. Қазір кешіріңіздерші, мына жер шулы болып кетті да. Сіздердің дауыстарыңыз естілмей қалды да, бірақ мына жерде ютуб немене? Ютубта кім не айтты? Жоқ, Кенже өзі айта алмай, Жеріс Ұлжан арқылы айтқызды Айжанды ұнататынын. Анель, сен де уже Лариса Гузееваның қатарында болып кеттің ба? Не болып кеттің? Бәрін қосып. Бақытты болып жүрсің, жалпы үміткерді сыйлаңдар. Болды. Сен үміткеріңнің донерін жемей, сен бірінші сыйлап ал, түсінің ба? Мына жерде үміткерге бір сұрақ қойсам бола ма? Жаңағы аяулымның жауабы сізге ұнады ма? Әуелгі ақша, соңген қалғаны. Адамгершілік, иман, тәрбие. Ақша ол менің ойымша уақыт өте келе, ол бірге можно олай. Қалай түсіндірсем болады? Ашығын айтайықшы, сен қазір толығымен қызды қамтамасыз етіп, байлықтың астына көміп тастайтындай жағдайда емессің. Мен дәл қазір, иә. Сен қазір енді өз жолыңды таңдап, енді бір тыпыршып жүріп, бір жерді тесіп шығам деп талпынып жүрген талантты және талапты жастардың бірісің, дұрыс па? Аха. Дәл қазір сенімен керемет балқып шалқып өмір сүре алмайды ол. Бірақ сені таңдаса, онда бірге көтеріліп, бірге қиыншылықтардан өтіп, ертең балқып шалқып жүруге бір мүмкіншілік алады. Дұрыс па? Аха. Аяулым байлықты бірінші орынға қойып отыр. Ал енді байлықты бірінші орынға қойсам, байлық дегеннің анықтамасын берсек, сен таңдаған жігіттің саған құртатын қаражаты қанша болу керек дегенде? Өзінің табатын қаражаты қанша болу керек? Құртатын қаражатты есептемесек те, қандай дүниесі болу керек оның, қандай дәулеті болу керек? Егер сен оны бай деп атайтын болсың. Бай деп прям былай айта алмаймын, бірақ енді кішкене қалай айтсам екен. Жоқ, енді мына басқалар сияқты паркке апармай, бір нормальный жерге апарса деп ойлаймын. Нормальный жер дегенді дұрыстап, анықтап айтсаң, қандай жер? Былай ғой, кейбір жігіттер бар ғой, енді қыздың ақшасына былай кіріп алатын, бір-екі рет. Енді мен де сондай өз басымнан өткен болатын, счетты өзім жабу деген сияқты. Қандай жігіт бар деп сұраған жоқпын, қандай жер нормальный сен үшін? Білмедім, енді ол қыз жігітке байланысты ғой. Орта есеп шоты, мысалы, бір адамға 10 мыңнан асатын жерді айтып отырсың ба? Мүмкін, иә. Немесе 50 мыңнан асатын бір жерге апарсың? 50 мың шығар. Яғни мені алғашқы кездесуге үміткер естіп отыр ғой, е? Иә, естіп отыр. Есіміңіз кім болады? Данияр. Данияр, қара. Мені алғашқы кездесуге, жалпы алғашқы емес, жалпы кездесуге орташа чек кем дегенде бір 40 мыңға жуық жерлерге апарсаң өтініш дейді. Нормально ғой? Мен басқа бірдеме айтқан жоқпын ғой. Сондай дүниені айтып отыр деймін. Оған қалай қарайсың? Менің ойымша қазір данный момент барлық жерде сондай қазір. Ау? Барлық жерде сондай қазір менің ойымша.
по-моему. Мәссаған, онда мен сіздің өміріңізбен сүргім келеді, кәдімгі бір тамақтанғаным 40 мың теңгеден асып жатса, онда Жоқ, мен адам басын бүкіл жалақыны жеп түсінбедім, сіз адам басын айтып отырсыз ба или как? Жоқ, енді жалпы кездесу жасау енді 50 мыңға шықса енді сізге нормально ма деп жатыр да? Шах мырза бір сұрақ қойыңызшы. Ну, ақыры 50 мың деп отырсың ғой, замен не бере аласың сол 50 мыңға? Сен алдында не Мейірбектің сұрағын Жоқ, барып қайталап тырысып, отырсың, не бір бере сұр аласың, отырғаннан не пайда деймін да? бәрін бере алам. Шахмырза. Жоқ, Шахмырза, білмеймін неге сен кенже андай жаттанды сөз айтатынды. Ең бірінші мен келген кезде помню, Мейірбек сөйтіп, сен 18 жасында ер азаматқа сен не бере аласың деген кезде енді ол қате сұрақ болды да, сендер әйелге не бере аласыңдар? Ақшалардан бөлек не бере аласыңдар? Сол сияқты мен де бәрін бере аламын. Біз де бәрін бере аламыз. Жоқ, не күттің? Қандай жауап күттің? Өте қате болды, потому что неге сразу 50 мыңға отырғызса, не бере аласың замен деп шығады. Не просто так жігіт ұнатқан жігіт қызына жасай алмай ма сонда? Қымбат сыйлықтарды әлде сен үшін сен біреуге просто бұлар донерге апарып үйреніп алған ғой, еттер үйреніп алған. Жоқ, Мәриям, қараш, мысалы, үміткер келді деген кезде, ортаға шыққан кезде тырысып, бүрісіп, жақтырмай отыр да. Оған қалай 50 мың теңге мысалға? Адам де мысалға зайымын отношения деген болу керек. Сен сияқты жұмоттарға көргендер мәссаған мыналар не деген, біреу жаңағы тоңып секірсе, біреу тойып секіреді дейді. Бір кездесуге 50 мың теңге, аптасына кем дегенде бір 3 рет кездесуің керек. Тек қана кездесулерді қамту үшін, демек сен бір айлық жалақың 1 200 000 болу керек, өйткені оның 600 мың теңгесі кездесулерге кетіп қалады. Солай болып тұр ғой, жарнама. Мейірбектің сөзімен бір болайықтың ханшайымы Жаңылханға қолдаушы армиясының атынан дейді. Мәссаған. Бір емес, екі емес, армия бар екен. Сондықтан, қуанышты болуың керек. Енді 600 мың теңге бір айға. Бір аптада 150 мың теңгені 3 рет кездессең. Жоқ, әлде бір аптада бір рет кездесуге рұқсат бар? Жоқ, бір ерекше кездесу үшін енді сондай ақша кетеді ғой қазір. Жарайды, енді жігіт оған дайын ба, дайын емес пе? Шымылдық ашылсын ба? Үміткерден сұрайықшы, Данияр. Түсінбедім. Шымылдықты ашайық па? Танысасың ба қызбен? Иә. А? Иә. Иә болса, онда шымылдық ашатын кез келді, ашылсын. Қош келдіңіз. Аяулым алғашқы әсерің? Жақсы? Жақсы. Өзім айтқандай сүтке ұқсайды. Кімге ұқсайды? Ой-бой, иә. Сүтке деді де, содан кейін деді де, мен кішкен тітірікке Жоқ, жаңа айтып жатыр да, өзін сияқты ой, блин. Мүмкін біз түсінбейтін шығармыз, Шах мырза, енді біз 30 плюс болып кеттік қой. 18 жасарлардың арасында мүмкін кәдімгідей өздерінің вайбы шығар, ол қайдан білеміз. Бәлкім. Сіз осыны естіген кезде қалай қабылдадыңыз мысалға? Қайсына? Мынандай майда шүйде дүниелер болады ғой. Мысалы, мен бұндайды байқаймын да, мысалы, көп жастардан, мысалы, бірдеме дейді, мысалы, өзім сияқты сүт екен деп, мысалы, жалғастырып кетеді. Жоқ, жаңа Дастан айтты да, Дастан ба біреу айтты да, типа, сен өзің сүт деп едің ғой, сүт жігіт келіп отыр деді. Соны айта алмай қалдым. Жоқ, мағынасын айтып тұрған жоқпын, осындай кірме сөздер болады ғой. Содан кейін қалай еді? Айтпай ақ қояйын деген негізінде. Деп кәдімгі. Десеңш деген сияқты. Сондайларды көрген кезде, енді сіз қазір кино саласында жаңағы өнер ордасына түсем деп жатсыз ғой. Жалпы бұндайға қалыпты ма көзқарасыңыз? Ештеңе етпей ме? Қалыпты, иә. Қалыпты? Дұрыс. Әйтпесе, кейбір адамдар болады, мысалы, кәдімгі мен мысалы дегенді естіген кезде тітіркеніп кетемін. Өзіңіз мүлдем қалжыңдамайсыз ба? Жоқ, қалжың емес, бұл не ғой? Бұл жаңағы паразит сөз дейді бұны. Жаңағы бірдеме де, әсіресе бота соны жиі айтады.
бота кәдімгі өзінше лейди болып жүреді сол кезде әңгіме кезінде бірдеме десеңші деген сияқты тітіркенемін кәдімгідей бар ғой. Мейлінше бұдан құтылу керек. Сонымен 150 000 теңге бір аптаға 3 кездесуге. Дайынсың ба? 150 000 теңге деп обещать жарайды, бір кездесу 50 000 теңге. Бірақ Окей, 45. Сонымен, окей? 45. 45 мың теңгелік кездесу ұйымдастырам дейді. Барасың ба? Барам дейді. Қоштасайық. Дүйсенбі күні 12:00-ден ТК арнасында бір болайық. Сау болыңыздар.